Бүгін сіздермен 2025 жылы еліміздің саяси бағытын ғана емес, қазақ қоғамының өмір сүру дағдысын, ұлттың ішкі мәдениетін жаңадан қалыптастырған терең өзгерістер жайында сөз қозғамақпын. Бұл өзгерісті әрқайсымыз әр ортадан сезіндік. Біріміз қаланың қырбаласынан, біріміз мектептің тынысынан, енді біріміз жұмыс орнынан, ауадағы әңгімеден, көрші қоғамның көзқарасынан, тіпті адамдардың күнделікті ұсақ-түйекке деген ықыласынан аңғардық. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев ұсынған 3 іргелі бастама биылғы жылдың жалпы бағдаршам болды. Олар таза Қазақстан экологиялық қозғалысы, жұмысшы мамандықтар жылы және әр қазаққа жақсы таныс ұстаным, заң мен тәртіп. Бұл бағыттардың мәніне үңілген сайын олардың уақытша ұран немесе кезекті науқан емес, ұлттың жаңа беталысын айқындайтын, қоғамның жаңа болмысын қалыптастыратын берік негіз екенін тереңірек түсіне бастаймыз. Бұл жаңа жауапкершіліктің, жаңа сананың, жаңа қоғамдық мінездің бастауы ма? Менің есімім Ержан, және де сіздер Жас Вайб YouTube арнасын көріп отырсыздар. Егер арнаға әлі жазылмаған болсаңыз, дәл қазір жазылып алыңыз. Бұнда мен ел тағдырына әсер ететін маңызды мәселелерді ашық айтып, күрделі саясат пен экономиканы қарапайым тілмен түсіндірем. Олай болса, кеттік. Таза Қазақстаннан бастайын. Бұл бастама көпшіліктің көзінде жай ғана сенбілік, демалыс күннің жүгі салынған шара секілді еді. Ал 2025 жылы оның салмағы мүлде басқаша сезілді. Ел тазалықты біреудің мойнындағы міндет емес, өзіне тиесілі азаматтық парыз, жүрекпен атқарылатын жауапкершілік ретінде қабылдай бастады. Қалаларда да, ауылдарда да жаппай тазалық күндері өтсе, мектептерде экологиялық клубтар құрылып, балалардың өзі табиғатқа жанашырлықты ерте үйрететін орта қалыптасты. Бұрын көзге ілікпейтін деп саналатын қоқысты жәшікке тигізбей тастай салу әдеті қоғамның қатал сынына түсті. Қазақстандықтар қыстан кейін көшелерде мыңдаған тонна қалдық қалдырып кететін. Биылғы жағдайдың өзгеше болуына басты себеп адамдардың бойында жаңа мәдениет, жаңа әдеттің орнығуы. Тәртіптің де, тазалықтың да, үлкеннің де, кішісі де өзінен басталатынын жұрт шын жүректен түйіне бастады. Президент айтқандай, экология тек табиғатты қорғау ісі емес, адамның өз еліне, өз жеріне деген ішкі құрметінің айнасы. Халықтың көңіл күйіне зер салсаңыз, Қазақстанның тазарып жатқанын тек сыртқы болмысынан емес, қоғамның рухани өрісінен де айқын аңғаруға болады. 2025 жылы таза Қазақстан бұрынғыдай қарапайым экологиялық іс-шараның шеңберінде қалмай, бүкіл елді бір арнаға тоғыстырған кең тынысты қозғалысқа айналды. Экология министрлігінің мәліметіне сүйенсек, жаз аяқталғанша республика аумағында 1,6 миллион тоннадан астам қоқыс жиналды. Жыл басынан бері мыңдаған гектар жер тазартылып, миллиондаған көшет отырғызылды. Ең бастысы, мұның бәріне жүздеген мың азаматтың шын ниетпен атсалысуы. Табиғатты қорғау еріктілердің ғана міндеті еместігін тәртіп сақшылары да айқын көрсетті. 2025 жылдың алғашқы айларынан бері ішкі істер органдары 159 мың экологиялық құқық бұзушылықты анықтап, 1074 заңсыз қоқыс орнын тіркеді. Ауқымдырақ қарасақ, 2024 жылғы сәуірде басталған таза Қазақстан қозғалысы аясында бүгінге дейін 1802 жабайы қоқыс үйіндісі анықталды. 441 мыңнан астам әкімшілік құқық бұзушылық тіркеліп, жергілікті атқарушы органдарға 1268 ұсыныс енгізілген. Соның нәтижесінде 1041 заңсыз төгінді орны толықтай жойылды. Бұл дегеніміз қоғам санасындағы жаңа серпіннің, экологиялық мәдениет қалыптаса бастағанының бұл тартпас дәлелі. Айта кетейік, биылғы жылы мемлекет басшысы бұл жолды жұмысшы мамандықтар жылы деп жариялаған болатын. Бұл шешім қоғамдағы үлкен бір өзгерістің бастауы болды. Жылдар бойы жақсы өмірдің өлшемін кеңсе, компьютер, презентациямен байланыстырған үстірт түсініктің жетегінде жүргеніміз жасырын емес. Ал шын мәнінде елдің еңсесін тіктеп, экономикасының жүрегін соқтырып тұрған темір балқытып, мотор жөндейтін, үй салып, электр желісін тартатын еңбек адамдары екенін көзден таса қалдырып алған едік. 2025 жылы Қазақстан өзіне шынайы көзбен қарап, жұмысшы мамандықтардың қажеттілігі емес, тұтас экономиканың стратегиялық тұғыры екенін мойындатты.
Бұл статистикамен де дәлелденеді. Жастар қайтадан колледждерге бет бұрып, техникалық мамандықтар бұрынғы қор ретіндегі түсініктен арылып, бәсекеге қабілетті, қадірлі бағытқа айналды. Өндіріс орындары ондаған мың жаңа жұмыс орындарын ашып, дуалды оқыту жүйесіне сұраныс бұрын-соңды болмаған деңгейге көтерілді. Кеше ғана тасадан қалған еңбек адамдары алғаш рет қоғам назарында құрмет төрінде аталды. Президенттің еңбекпен нан тапқан жан қоғамның ең сыйлы адам болу керек деген сөзі дәл осы жылы өз шындығын тапты. Бүгінгі жастардың техника меңгеруге, нақты кәсіп игеруге ынталылығын көргенде, бұл өзгерістің науқан емес, ұлттық сананың жаңғыруы екенін жүрекпен сезесің. Үшінші бағыт алғашқы екеуін сабақтастырып, бар бастаманың өзегіне айналып тұрған ең басты қағида. Заң мен тәртіп. 2025 жылы халық бір шындықты анық ұқты. Экономикада, реформада, инвестицияда қарапайым қағидалармен құрметтелмесе жемісін бермейді. Тәртіп полицейдің сайманынан емес, адамның өз жүріс-тұрысынан басталады. Жолда қалай жүретіні, салықты қалай өтейтіні, мемлекеттік мүлікке қаншалықты ұқыптылық танытатыны, өзі атқаруға тиіс міндетті қалай орындайтыны. Бәрі де сол ішкі мәдениеттің айнасы. Биыл жүздеген нысан жаңарып, байланыс желілері жетілді. Энергетикалық жүйелер заманауи талапқа сай жаңғыртылды. Полицияға жүгінетін азаматтардың саны артты, себебі сенім күшейді. Қалаларда да тұрмыстық құқық бұзушылықтың азаюы, жүргізушілердің жол ережесін бұрынғыдан сауатты сақтауы, қоғамның әдепсіздікке, алаяқтыққа, жемқорлыққа төзімсіз болып келе жатқаны, осының бәрі сапалық өзгерістің көрінісі. Президенттің тәртіп тыйым емес, өркениетті таңдау деген сөзі шын мәнінде биылғы жылдың рухын айқындап берді. Үш бағытты бір арнаға тоғыстырғанда ел дамуының айқын келбеті көрінеді. Қазақстан жауапкершілігі жоғары, парасатты орныққан қоғамға қарай нық қадам басуда. Таза экология қоқыстың азаюы ғана емес, мәдениеттің тазалығы, жұмысшы мамандықтарының қадірін көтерілуі, әділдіктің және нақты экономиканың айғағы. Ал заң мен тәртіп қандай қоғам құрып жатқанымыздың, қандай мемлекетте ұрпақ өсіргіміз келетінінің өлшемі. 2025 жыл мемлекеттік бастамаларға ең маңызды нәрсені қосты. Қоғамның өз үнін, өз қатысуын. Халық өзгерістің жоғарыдан берілетін жарлығы емес, бәріміздің біріккен ісімізден басталатынын сезінді. Болашақ бір үлкен қадамда емес, күн сайын жасалатын қарапайым, бірақ шынайы әрекетте екенін ұқтырған сияқты. Ал енді сіздерге сұрақ ағайын. Осы үш бастаманың қайсысы қоғамға ең мол ықпал етті деп ойлайсыз? Өз өміріңізде қандай өзгеріс байқадыңыз? Пікірге жаза кетіңіз. Жасылай арнасына жазылып, лайк басуды да ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.